Еще қанаңыздар мынандай керемет адамдардан керемет ақпараттар жинап алдым. Мына Айша ханым саулықшы. Саулықшы деген бізде медсестра ғой енді. Бұл жақта хемшире деп атайды да. И міне Хадиже ханым қанша жыл çalıştыңыз? 32 жыл дейді да. Тура құйрық майында дейді, қойдың құйрық майында D3 витаминінің топтанған жері сол жер дейді. Көрдіңіздер ма? Doğru mu? Қойын құйрығы, қойдың құйрығын мен балаларды сылайтынбыз. Ауырып қалса да, ауырмаса да күнде бір жаңа туылған баланы бесіктен шығарған кезде, бесікке жатқызған кезде сумен массаж жасай беретінбіз ғой. Сөйтіп өсірді. Қазіргі келіндер жасамайды ғой. Ана рекламадағы майларменен, кремдермен жасайды. Мына кісілер айтып отыр да, D3 витамині сол қойдың құйрығында дейді. Сон мен қазір таң қалып, ойбай деп сіздермен бөлісіп жатырмын. Саулықшы сондай медикал орындарда жұмыс істеп қазір пенсия алып отырған кісілер соны сөйлеп отыр. Ескеріңіз.